Балалар, бүгінгі тыңдайтын ертегілерің ақылды егінші деп аталады. Бір күні патша нөкерлерімен бірге серуенге шықса, жер өңдеп жүрген егіншіні көреді. Тырбанып, еңбектеніп жатқан қарапайым адам патшаның көңілінен шығып, патша онымен сөйлесуге ықылас ауады. Бірнеше сұрақтардан кейін патша егістіктің бұл адамдікі емес, қожайындікі екенін, мына жалданып жүрген жігіт күніне 15 тілді үшін жалданып, еңбек ететінін ұғады. Патша жалақсының аздығына қайран қалады. Себебі патша сарайының бір күндік шығыны 100 алтынға шығатын еді. Шаруа патшаның таң қалып тұрғанын байқап, «Ва тақсыр, бұл ақша қанағатшыл адамға көп болады. Мен ақшамды 3-ке бөлем. Бірінші бөлігімен өмір сүрем, екінші бөлігімен қарызымды өтеймін, ал үшінші бөлігінен қор жинаймын» дейді. Патша бұл сөздерден еш нәрсе түсінбейді. Ақкөңіл дихан күлімсіреп, «Ақшаның бір бөлігімен қарызымды қайтарамын дегенімде, мынаны айтпақшы болдым тақсыр. Бала кезімде үлкен қамқорлық көрсеткен әкем мен анашым ғой. Ақшамның бір бөлігін соларға беремін. Ал ақшамды қор ретінде жинаймын дегенім, бұл ақшамның бір бөлігін балаларымның біліміне төлеймін. Қартайған шағымда олар маған көмектеседі деп үміттенемін» дейді. Қалған ақшамды өзімнің қажеттілігіме жұмсаймын деген екен. Патша қарапайым адамның бұл әрекетіне риза болып, балаларының біліміне төлейтін ақшаны өз мойнына алған екен.